Біз Қазақ бас сәулет құрылыс академиясының ажиоз 25-2 студенттері Қалас Айбар және Жақсан Сұлтан. Біз Қымбат Қасымқызының жетекшілігімен Алматы облысы Жаңалы ауылындағы тарихтағы ең ауыр кезеңдердің біріне орай ашылған музей, яғни айтқанда саяси қуғын-сүргін құрбандары музейіне экскурсия жасаймыз. бұл музей жазықсыз жапа шеккен мыңдаған адамның тағдырын еске алуға арналған ерекше орын. Мұнда 20 ғасырдың 30-50 жылдар аралығындағы көптеген қайғылы оқиғалар мен сол заманның шындығы мен зардабы туралы көптеген мәліметтер сақталған. Ендеше біз бастаймыз. Кеттік. Саяси қуғын-сүргін сталиндік репрессиялар кезеңінде орын алған жаппай жазалау саясаты. Бұл жылдары мыңдаған адам халық жауы деп айыпталды. Зиялы қауым өкілдері қуғынға ұшырады. Көптеген адамдар лагерлерге айдалды. Қазақстан аумағында да бұл саясат қатты әсер етті. Елдің бетке ұстар азаматтары атылып түрмеге қамалды. Мен саяси қуғын-сүргін құрбандары музейіне барған кезде бұл жай ғана музей емес екенін бірден сезіндім. Бұл үнсіз сөйлейтін тарих, әрбір зал, әрбір құжат, әрбір сурет адамның тағдырын айтып тұрғандай болды. Ең алдымен көзіме түскені қабырғадағы адамдардың портреттері мен қарапайым ғана суреттер, бірақ олардың артында үлкен қайғы жатыр. Солардың ішінде Ахмет Байтұрсынұлы, Мағжан Жұмабаев, Сәкен Сейфуллин сияқты ұлы тұлғаларды көргенде жүрегім ауырды. Олар ел үшін еңбек етті, бірақ соның орнына жазаға тартылды. Тергеу қағаздары, үкімдер, кейбірінде адам тағдыры бірнеше сөйлеммен ғана шешілген. Бұл әділетсіздік екенін түсіну қиын емес. Сәл сәтте адам өмірінің қаншалықты арзан болғандығын ойлап, ішімде бір ауыр сезім пайда болды. Лагер туралы бөлім тіпті ауыр болды. Карлаг туралы ақпаратты оқығанда адамдардың қандай қиын жағдайда өмір сүргенін елестету өте қиын. Суық, аштық, ауыр еңбек, бірақ соған қарамастан олар өмір сүруге тырысты, үмітті отын жақты. Бұл музейден шыққан кезде менің ойым қатты өзгерді. Бұрын бұл кезеңді тек тарих сабағында өткен тақырып ретінде қабылдайтынмын, ал қазір оны адамдардың шынайы тағдыры, қайғысы ретінде сезіндім. Бұл музей маңындағы қорымда қазақ халқының еңбек сіңірген Санжар Асфендияров атамыздың құрметіне ескерткіш қойылған. Өткенді ұмытпаған елдің болашағы жарқын дей келе, бұл да біздің үлкен тарихымыз, және біз оны ешқашан ұмытпаймыз. Назарларыңызға рахмет.